Сәлем достар, сіздермен бірге Айгерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін 3 заттан тұратын сыр дайындайтын боламыз. Үй жағдайында дәмі өте ерекше дәмді болып шығады. Сондықтан міндетті түрде видеоны соңына шейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, подписацияны басып қойыңыздар. Ал бізге керек осындай 1 литр піспеген сүтімізді шұңқыр темір ыдысқа қойып, газге қойып қоямыз көтерілгенше. Одан кейін осындай сұйық массамызды дайындаймыз. Ол үшін бізге шұңқыр ыдысқа 3 жұмыртқамызды шағып, осылай аламыз. Одан кейін 200 мг-дай, яғни 1 стакан қаймағымызды ыдысқа салып, жақсылап араластырамыз. Осының үстіне 1 шай қасық тұзымызды қосамыз. Тағы да жақсылап араластырып, осындай сұйық масса шығу керек, қараңыздар. Осы сұйық массамызды жаңа дайын тұрған, пісіп тұрған сүтіміздің үстіне құямыз. Астын жай баяу отқа қойып қоясыздар. Қараңыздар, барлығы жақсылап араласу үшін осылай қасықпен араластырып жіберіп, баяу отқа қойып қоясыздар. Енді осындай творог секілді іртік-іртік пайда болады. Сол кезде отты өшіріп, осындай марліге немесе ақ орамалға сүзіп алатын боламыз. Барлық суының барлығынан сүзіп аламыз, сығып. Қараңыздар. Осылай мен үлкен қасықтың көмегімен де осылай сықтым. Сіздер де солай істесеңіздер болады. Осы формасын ұстау үшін осындай маған майонез құты керек болды. Сіздер өздеріңіз білесіздер, қандай формаға салсаңыздар. Астын шегемен тесіп алдым 4-5 рет. Осы массамызды салып, үстінен кішкене басасыздар формасын ұстау үшін. Мен осы майонез құтының крышкасын бастым. Шет-шетін осындай кесіп алдым. Сосын үстіне 2 литр баклажка қойып 1 сағатқа қойып қоясыздар. 1 сағаттан кейін міндетті түрде холодильникке қоясыздар 2 сағатқа. 2 сағаттан кейін холодильниктен алып, қараңыздар, өз формасын ұстап тұр. Керемет шыққан, енді дәмін айта алмаймын, өте дәмді шыққан. Үйдегі отбасыма, бала шағама барлығына ұнады. Барлығы рахметін айтып, қалай жасадың деп мені сұрап жатыр. Сондықтан осы дәл менің рецептім бойынша сіздер жасап көрсеңіздер болады. Бір жасағаннан сәтті шығатын болады. Балаларыңызды, отбасыларыңызды қуантыңыздар дегім келеді. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, подписацияны басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алдағы уақытта сіздерге қолжетімді осында айраннан, сүттен жасалынатын тәттілер, тағамдардың түрлерімен, рецептімен бөлісіп отыратын боламын. Сондықтан мен каналымды жоғалтып алмау үшін менің каналыма міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Барлықтарыңызға рахмет. Видеоны соңына шейін көргендеріңізге. Осындай сырды күнделікті қонақтарыңызға ұсынсаңыз да болады. Мен кесіп сіздерге көрсетемін қазір. Өте жұмсақ, өзінің формасын ұстады. Ешқандай химия қосылмаған, таза қолдың сыры. Сондықтан жасап көріңіздер дегім келеді. Жұмсақ, керемет болып шықты. Менің балаларым негізі магазиннің сырын ұната бермейді. Көбінесе алсам жемей қояды. Сондықтан үнемі осы қолдың сырын жейді.